Мен көркемеңбек пәнінің ұстазы Тілеуқұлова Фариза Нұрланқызы. Бүгінгі сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы нобай және нобайдың жасалу жолдары. Оқу мақсаты: шығармашылық жұмыстар жасау үшін әртүрлі технологиялар мен өнер материалдарын өз беттерінше анықтау, талдау және біріктіру. Сабаққа түсінік беру. Жалпы нобай дегеніміз не? Нобай дегеніміз бізге француз тілінен енген. Нобай салынатын нысанның жалпы тұрпаты мен негізгі бейнелерін бейнелейді. Кескіндеме мен мүсін өнерінде де нобай қолданылады. Нобай дегеніміз жалпы эскиз салу деген мағынаны білдіреді. Бізге арнайы қажетті құрал-жабдықтар, арнайы сурет салуға арналған сурет дәптер және арнайы сурет салуға арналған бояулар. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай киім нобайлары, түссіз және түсті нобайлар. Мына жерде жан-жануарлар нобайлары. Нобайларды кез келген материалмен орындауға болады, яғни түрлі түсті карандашпен, арнайы бояулармен. Нобай салудың негізгі кезеңдері. Нобай салу негізінен 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең, яғни ол жерде қосымша сызықтармен орналастырып аламыз. Екінші кезең, қосымша сызықтарды өшіріп, негізгі бейнесін саламыз. Үшінші кезең, жұмысты түстерменен табамыз. Ою өрнектер нобайы дәл солай. Ою өрнектерді ең алдымен қосымша сызықтармен салып аламыз. Слайдта сіздерге арнайы нобай салудың жолдары және түстері барлығы да көрсетіледі. Осы слайдтан тамашалай аласыздар. Сіздерге берілетін үйге тапсырма: бірінші, екінші кезеңдермен нобай салып келу. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.